Ассалаумағалейкум, сіздермен ауылдағы гараж. Полуавтомат сварканың проволокасы бітіп қалған, соны қалай ауыстыру керек екенін қазір көрсетемін. Сосын сварка жайлы кішкене ақпарат бере кетейін, біреудің пайдасына жарап қалар. Бұл интернет дүкенінен сатып алынған сварка, 2 в 1. Ручной сварка болады, дуговой и полуавтомат. Мына жердегілерді қазір қалай жұмыс істейтінін тоққа қосасын көрсетемін. Бұл полуавтомат сварка баллонмен жұмыс істейді. Бұл баллонның ішінде углекислота болады, кислород емес. Мына жерде углекислотанікі қара болады, редукторы көк редуктор, ол кислородтікі, мынаған қара редуктор салынады. Енді елдер қазір бағана бір ашқанымен тұр қазір. Міне бірінші баллонның ішіндегін көрсетеді. Қазір примерно 4 атмосфера, бұл 0-ге барып бітеді. Мына жағы біздің регулировкамыз, мынаумен регулировка жасалады, көбейтіп, азайтып. Енді мына жерде көптері осы 0,2 мен жұмыс істеп жатыр, бірақ біздікі 0,2 қойған кезде газ аз өтеді, или редуктор дұрыс емес, или сәл сварка көбірек расход етіп тұр. Осы 0,4, 0,5 осындай жерде тұрады. Сол кезде газ бір қалыпты беріп отырады. Газ міне арт жағында шлангымен битіп келіп кіріп тұр. Мына жерде включатель бар, вентилятор бар. Арт жағынан жерде предохранитель бар. Мына жақта жанынан ашылып проволока салынады. Так, қазір мына проволока бітіп тұр. Мына жерде проволоканы тартатын моторчик болады. Бұл нәрсе былай регулировка жасалады. Былай ашылады. Ішінде міне проволоканың соңы осы жерде қалып тұр. Қазір мынаны шығарып аламыз. Оны шығарып алу үшін мына жақтан мынаны ашамыз. Главный қалай мына ручка ғой, міне полуавтоматтың ручкасы. Осыны ашып тастаймыз мына жерден, ажыратып. Салған кезде осыны ашып салмасақ, біздікі мешетеден басқа сваркалерде қалай болатынын білмеймін. Карантинде біздің ауыл жақта проволока жоқ. Бауыржанға рахмет, осыны іздеп тауып әкеп берді. Бұл енді қазір мына жерде қисайып тұр. Бұл ары қарай жүрмейді, артқа қарай тартып алуымыз керек. Соңына дейін шығып тұр қазір. Мынаның басы іліп қалады, сварканың. Осының басын кесіп алып тастау керек қазір. Мына нәрселердің бәрі сатылады. Бітіп қалса, ол қатты қымбат нәрсе емес. Мынаның басында сопласы сатылады. Енді қаңылтырған 0,8 деген проволока пайдаланып жүрміз қазір. 0,6 дегендері бар. Ол қатты жұқа тиім қаңылтырларға істетуге болады, бірақ сатылымда онша көп емес ол. Мынандай сопла болады. Мынада енді шаруасы бітіп қалған. 0,8 деген мынандай жанды тұрады. Жазу көріне ме мына жерде? 0,8 200 теңге тұрады. Осындай көбірек алып қойсаңыз, қарсы ауыстырып отыруға. Болмаса проволока осыған жабысып қала береді. Мына жерден ортасынан проволока шығады. Мына тесіктерден газ шығады. Мынау болмаса, ол да болмайды. Осы газды бір жерге шығарып беру үшін осы мынау керек. Бұлай ашып тұрған кезде дұрыс орылмайды. Мынау да ашылады. Бұл енді бізге маңызды емес. Қазір проволоканы ішінде қалды. Мына жағынан бит тартып аламыз қазір. Мына жағынан өзі шығып кетті. Мына жерден түбінен, мына жерден кешіп жібереміз, шығарып аламыз. Мына жерде енді мынаны шешіп аламыз да. Өткенде январдың 30 күні салған кезде белгілеп қойған. Қанша уақытқа кететінін көру үшін. Мынаның оң терісі бар, соны кішкене байқап салу керек. Мынау айналған кезде плотын тұру керек, болмаса қалтырап ана проволоканы майысып қалуы мүмкін. Ол майысты уже ортасында қалып қояды. Бүйтіп теріс салып жүруге болмайды. Мынау кішкене мына жағында мынандай несі бар, міне. Өстіп, ортасында мынандай бит тұр, міне. Өстіріп салып, плотын етіп қойымыз қазір. Мынау шыққаны. Мына жерде проволоканы алған кезде бит жазылып тұр, міне 0,8 мм, 5 кг. Ұзақ уақытқа жетеді, міне январда салғанымыз. Енді проволоканы салатын кезде міне пленка тұрады. Тек үстінде тұрған пакетін ашып тастаймыз да, проволоканы кеспей плям саламыз қазір. Мынаны салдық, бұл проволоканы ашпай салу керек, болмаса оралып тұрған нәрсе жайылып, шашылып кетеді. Оны жинау қиын болып қалады. Проволока мына моторчикке битіп оралған болу керек. Теріс былай оралып қалған болмайды. Моторчикке үшін битіп барып, битіп оралып тұрған болу керек. Сол жағын қарап салып жүріп, сосын мына жерден ақырын кесіп, түзу жерінен. Сосын мына жерге тығамыз қазір. Шығып тұрған жерінен бит мынаны шығарып аламыз. Сосын тексіз жерінен кесу керек. Ар жағын ұстап тұрмаса, ол шашылып кетеді. Кескесін ақырындап мынаның ішіне тығамыз. Мотордың өткесін бергі екінші тесікке тығып жүру керек мына жағынан.
ана жағынан шыққанша кішкене өткіземіз, сосын аны мынамен ілдіріп қоямыз. Мына ойыққа түсу керек плотно. Енді басында келген кезде мына жерде регулировка болады. Жаңадан сатып алған кезде осыны дұрыстап регулировка жасау керек. Қатты қатсыз да болмайды, босқасыз да болмайды. Держакты кигіземіз. Держак тұрған кезде ана проволока ішіне кірмей қалуы мүмкін. Мынаған тіреліп, соның үшін шешіп ала берген дұрыс. Мына жерден проволока кетеді, мына жерден газ кетеді, мына жерден жаңа плюс-минус ток кетеді. Ортасына кіргіземіз де қатып тастаймыз жақсы. Өзінің орны бар. Мына жерден газ баллон өшіп тұру керек. Битте проволоканы қуалауға болады. Мына жақтан кнопкамен қуаласа болады, автомат. Енді проволоканың скоросты мынау, ампер ма? Осыны күшейтсек міне қазір. Мына ұштан шыққанша қуалаймыз. Газ өшіп тұрса мынамен баса беруге болады, қай жерге келгенде тоқтатып қалады. Мына проволока шықты. Енді сопласын ілдіреміз. Мына жерде көрсете кетейін. Мына жерде тоқтың жиілігі ма? Тоқты күшейтіп азайтады. Мынау проволоканың скоросты көбейтіп азайтатын. Бұл енді әр сваркада әртүрлі шығар. Мынау енді индуктивность, бұл жаңағы темірдің ішіне қарай кіргізіп бетінде қалдыратын нәрсе по-моему. Так, мына жерде мынандай кнопка бар. Астына бассақ, бұл дуговой сорғы болады, үстіне бассақ, сол автомасы бар. Қазір енді мынаны минимальный ұрамыз, қалай болатынын көреміз сваркада. Бәрі минимальный тұр. Темір сваркамыз қазір. Таусында көріп тұр, қалай болып тұрған, жабыстағанда мені. Дұрыс болмайды. Қазір енді көтереміз мынаны. Қалың темір болса, индуктивності көбірек қойған жақсы. Осында байқалып тұр, мына жерден ұрып атқан кезде көтеруге болады. Өстіп даусына қарап тұрып істеуге болады. Енді жұқа темір болса кішкене сәл азайтып қойып, индуктивность азайтып қойып ұрған дұрыс. Қалың темір болса енді разница жоқ болады. Сол осымен бүгінгі аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.